Сонда жаңағы аяттың соңына қарасаңыз, мынандай нәрседе болады: бүгінгі күні адамдар намаз оқы десең, онда жұмыс істегім істейді дейді. Сонда Алла Тағала осындай жауап беретінімізді білген Алла Тағала жаңағы аятты қараңыз: «Уәъмур ахлака бис-сола», отбасыңа намазды бұйыр, «Уастабир алейха», өзің де оған төзімді бол, сабырлы бол, «Ла нас'алука ризқан», сосын сөзге қараңыз: біз сенен ризық сұрап тұрған жоқпыз ғой дейді. Көрдіңіз бе? Біз сенен ризық сұрап тұрған жоқпыз, бірақ ризық саған керек дейді. «Нахну нарзуқука», біз сені ризықтандырамыз дейді. Не арқылы ризықтандырады дегенде: «Саббих бил аши вал ибкар», таңғы уақытта және сол кешкі уақытта сен Алланы дәріптеп жаңа намазға кіріп кет дейді. Көрдіңіз бе? Мына жердің бетінде Алла Тағала қаншама нәрсені жаратып қойса, жәндіктер, бір нәрсе жоқ жаратылған адамнан басқа нәрсені өзіне қарайтын болсаңыз, бір нәрсе жоқ жаратылыста, намазы қаза болған. Күллі нәрсеге Алла Тағала намазымен тасбихын үйретіп қойғам дейді. Сонда «Субханаллахи ва бихамди» деген сөз, мысалы, Алла Тағала кемшілік сипаттардан пәк, бүкіл мақтау өзіне тән деген сөз дейді. Күллі нәрсенің намазы дейді. «Солату күллі шейін». Ара, шыбын, жануар, мал, көрсетпейді, бірақ ода ол тасбих жұмыс істеп жатыр дейді. Үзілмеген емес дейді әлі. Тек адам ақылмен үзіп жатыр дейді өзінің намаздарын. Сөз ғой. Оларда ол әрдайым істеліп жатады дейді. Сосын «Ла тафқахуна тасбихакум», оны зерттемей қойыңдар, оның намазын табамайсың дейді бәрібір. Оны мен білем дейді, бітті. Сендер оғынамайсыңдар дейді оны. Қай уақытта ол оқып қояды, қалай оқып жатыр. «Ва юрзақу күллу шайин биха», әрбір нәрсенің ризығы осы тасбих арқылы келіп жатыр дейді. Кім? Олар сол Алла Тағаласын дәріптейді, бәктейді, ризығы келіп жатыр. Дәріптейді, бәктейді. Сенен де сол, сен де осы дәріптеушілердің ішіне қосылса, шай адам деп отыр, саған мұқтаж емеспіз дейді біз. Сен мына күллі мұқтаждардың ішіне қосылса, мен де мұқтажмын деп, болды. Бітті. Сенен де ризығыңды адалынан, әдемісінен жасап береміз дейді. Біз сенен ризық сұрамаймыз дейді. Ризықты біз береміз дейді. Осыны біл дейді.